Армысыздар, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін дін және қоғам тақырыбында сіздермен бірқатар сұрақтарға жауап алатын боламыз. Осы орайда біздің кездесуімізге арнайы Жамбыл облысы әкімдігінің дін проблемаларын зерттеу орталығының бөлім басшысы Жақыпов Ерзат мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Сізге алғашқы сұрағым: қоғамда зайырлық деген ұғым бар. Зайырлық деген ұғымды түсінбейтін қоғам бар. Айырмашылығы неде, және зайырлық пен мемлекет қандай арақатынаста, осыны айтып түсіндіріп берсеңіз. Зайырлық дегеніміз кез келген адам дініне, нәсіліне, ұлтына қарамастан кез келген дінді ұстануға кепілдік беретін мемлекет. Зайырлы мемлекетте әрбір адам ар-ождан бостандығына, сенім еркіндігіне кепілдік беріледі. Сондай-ақ мемлекет пен дін бөлінген. Мемлекет діннің ісіне араласпайды, дін мемлекеттің ісіне араласпайды. Билік тек қана Қазақстан Республикасының ата заңына сәйкес басқарылады, және де ата заңның үстемдігі орнатылады. Зайырлықтың негізгі принциптері осы. Керемет, рахмет. Зайырлық деген ұғымды баршамыз түсіндік деп ойлаймын. Енді олай болса, екінші сұрағымыз бізде қазір көкейде жүрген уахаби, псевдо-салафи деген ұғымды қалай түсіндіріп бересіз? Бұл уахабизм немесе псевдо-салафизм 18 ғасырда пайда болған. Бұл ағымның негізін салған Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб деген кісі. Бұл кісі негізінен исламның фундаменталды, радикалдық идеяларын көп насихаттаған. Оған дәлел ретінде біз имам Абу Ханифа мазхабында иманды келтіру үшін кәлима шахадат айтсақ болды. Ла илаха илlalloh Мұхаммед расулалла деп тілмен айтып, жүрекпен бекіту. Ал Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың түсінігі кітабында жазған бойынша иман келтіру үшін тілмен айтып, жүрекпен бекітіп, амалмен көрсету керек. Ал кімнің амалы жоқ, оны толық мұсылман емес деп санайды. Және де олар қазақ халқының ұлттық құндылықтарына, дәстүрлеріне, мәдениетімізге, тарихымыздың бәрін жоққа шығарады. Осының кесірден көптеген жастар адасып, радикалдық ұйымдарға кіріп кетіп жатыр. Сондықтан да уахабизм, псевдо-салафизмнен сақ болу керек. Үлкен рахмет. Мына жалпы барша қазақ еліне, ата-аналарға және де өскелең жастар ұрпаққа осы ұғым түсінікті болды деп ойлаймын. Үлкен рахмет сізге.